Қандайсыздар? Мынандай печенье пісірдім. Тез, жылдам бірден пісіріп алады екенсіздер. Көп уақыт талап етпейді, көп нәрсе талап етпейді. Жеген кезде де күтірлеп, өте дәмді. Стакан суды құямыз. Үстіне азғантай тұз саламыз. Үстіне лимонный кислота саламыз. Елеп алған 2 стакан ұнымызды саламыз. Мына майын саламыз. Ертіп. Міне мынандай жұмсақ қамыр шықты. Пакетке кіргізіп 20-30 минутқа қоямыз. Қамырымызды алып 2-ге бөліп аламыз. Столдың үстіне мына құмшекеріміздің жартысын себеміз. Үстіне қамырды қойып, қамырды жаямыз. Қамырымызды бір байлап, асты суланған тапаға қоя береміз. Міне мына тапа су. Осы тапаға бетіп қоя береміз. Шайқап алдым сумен, мінекей. Құмшекер тимеген жағын ішке қаратамыз. Міне тапамыз толды, енді газға барып қоямыз қазір. Қара қандай әдемі болды. Столдың үстіне төгілген құмшекердің үстіне қамырымызды қойып, осын енді жая бастаймыз. Міне жайып алдық, өте жұқа да қылмай, қалың да қылмай. Мынандай алып жайдық. Қамырымызды қазір кесіп бастаймыз. Міне осылай етіп кесіп алдық. Қазір орап бастаймыз формасына келтіріп. Міне печеньемізді пісіріп алдық, өте дәмді болып, іші қуыс-қуыс, ортасы дамнан қараңыздар. Жегенде де көртілдей. Көп нәрсе талап етпейтін, тез, жылдам болады екен. Жұмыртқа да қоспайды екенсіздер. Үйдегі бар нәрсемен көп нәрсе талап етпейді. Самсаның қамырының тестісіне ұқсайды екен. Жегенде де күртілдеп әдемі екен. Сіздер де пісіріп көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, пікір жазып, лайк баса кетіңіздер. Сау саламатта болыңыздар.